періште үйінде иті бар және суреті бар үйге кірмейді дейді. Періште суреті бар және иті бар үйге кірмейді дейді. Хадистің ашықтамасында, түсіндірмесінде, екінші бір хадисте, бір күні пайғамбарымыз Жабірейіл періштемен уағдаласады, келіседі. Алайда Жабірейіл періште сол жерге келмей қояды. Біршама уақыт күтеді. Содан пайғамбарымыз саллаллаху жан-жағына қараса, бір орындықтың астында күшік жатыр екен. Айша анамызға дереу мынаны кім кіргізді, қашан кірді деп сұрайды. Сонда Айша анамыз радиаллаху анха